привет! Бүгін мен сіздерге помидоры по-корейски салатын жасап көрсетемін. Вы не представляете, мына салатты мен бірінші рет көргенде мен вообще дәмін көрмейтін болдым. Неге? Потому что мен ойладым, что тек қана бір какой-то простой помидордың өзінен ол салат онша емес шығатын шығар деп. Но мен бірле дәмін көргеннен кейін оны өзімде жей берем, и каждый қонақ келген сайын мен обязательно сол салатты дайындаймын. Ең біріншіміз помидорымызды турап аламыз. Помидорды қалай тураймыз? Жеуге ыңғайлы болатындай етіп, қараңыздар, кішкентай етіп тураймыз. Сондықтан помидордың тек қана кішкентай түрлерін таңдап алсаңыздар болады. Менде бір-екеуі өте үлкен болып кетті, бірақ көп бөлікке бөлдім. Помидорымызды турап болғаннан кейін зеленімізді уақтап тураймыз. Менің қолымдағы бұл укроп, негізінде жуа, петрушка турасаңыздар да болады. Дайын. Енді переціміз бен чесногымызды каша сияқты еземіз. Мен ол үшін термомиксті қолданамын. Негізінде блендер, сосын мясорубкадан өтсе де болады. Перецімізді, чесногымызды жақсылап езіп аламыз. Мінекей дайын болды. Осы дайын болған кашаны енді келесі мискаға саламыз. Ол мискада тек қана приправаларды араластырамыз. Осы кашаның үстіне секер салдым. Содан кейін тұзды қосамыз бір қасық. Сосын жарты қасық перецімізді қосамыз да. Кішкентай ащы бұрыш қосамыз. Жгучий перец деп жазылып тұрады, соны қосамыз. Содан кейін кориандрды қосып, сұйық май мен уксусымызды аралап барлығын күштетіп араластырамыз. Но одан бұрын міндетті түрде укроп қосыңыздар. Осылай барлығы біріккенше араластырыңыздар. Енді 3 литрлік дайын жуылған таза банканы алып, шамалы түбіне помидор саламыз да, үстіне приправасын қосамыз. Содан кейін тағы помидор салып, оның үстіне тағы да приправаны істейміз. Осылай помидорды біткенше қосып шығамыз. Бұл жерде приправа артық қалмау керек мүлдем, біткенше салып тастаймыз. Қараңыздар, біздің салатымыз дайын. Осыны пластмасс крышкамен жауып, қақпақпен жауып, бұлай сілкілеп жіберіңіздер. Кішкене қатты емес, қатты сілкілемейміз. Шамалы сілкілеп жібереміз да. Бұлай қоямыз. Төңкеріп, бір ыдыстың ішіне салып, холодильникке бір түнге қойып қойыңыздар мені. Дәл осы күйінде бір күн тұру керек 24 сағат. Ертең осы уақытта ашық бір күннен кейін дайын салатымызды ыдысқа салып, уже жей беруге болады. Все, біздің салат дайын. Қазір дәмін көреміз. Бұл прямо аппетитті күшті ашады. Сол үшін міндетті түрде дайындап көріңіздер, отвечаю, бәріне нақылады. Потому что біз никогда помидордың өзінен салат жасамаймыз. А бұлай жасасаңыздар, то есть мұндағы самый важный зат бұл приправалар. Приправаларды дұрыс қоссаңыз, ол салаттың дәмі просто идеально шығу керек. И сіз, например, кешке қонақ келеді деп қазір істей салуға бұл салатты болмайды. Бұл салат міндетті түрде бір күн тұру керек. Міндетті түрде істеп көріңіздер.